Қалайсыздар? Бүгін біз блинчик дайындайтын боламыз. Алдымен 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды жарып, осылай ыдысқа саламыз. Жұмыртқа менде бірінші сортты жұмыртқа. Қант. Грамдарын астына жазып кететін боламын, описание бөлімінде. Екеуін араластырып, бөлме температурасындағы су, сұйық май, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұнымызға ванилин қосатын боламыз. Ванилин. Ұнға араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін дайындаған немізді қосамыз, осыған жұмыртқаларымызды. Осылай араластырып аламыз. Миксермен араластырсақ та болады. Мен өзім вилкамен араластырдым. Осындай шықты. Сосын сүтімізді құямыз. Осылай араластырып аламыз. Бәрін жақсылап араластырып, бірігу керек арасы. Түйір болмау керек арасында. Осылай араластырамыз. Осындай бізде дайын болды. Қою болу керек. Енді табамызды қыздырып аламыз. Осылай мен кішкене май жақтым. Бір жағып алдым. Сосын осылай пісіріп ала береміз. Осындай болды. Енді блинчиктеріміз дайын болды. Осындай. Ішіне творог қоссаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша.